Бізде анау комплекс малых народов деген нәрсе бар да. Өте ауыр. Ол жаңағы енді прям қазақ тілін акцентпен сөйлейді да. Аханова, это вообще был пилотаж. Скриптонит болсын. Ол достойный адам. Бір күн мен үшін. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бірге кадр за кадром подкасты. Біз бұл подкастта кино және кино туралы әңгімелесеміз. Ал көп ұзамай бүгінгі біздің подкасттың қонақтарымен таныстыра кетейін. Біріншісі ол атақты режиссер Ақан Сатаев, және де бүгінгі талқыланатын фильмнің Анель фильмнің басты рөлін бірін сомдаған Зарина Кармен ханым, және де танымал актер екінші Азамат Сатыбалды. Мен негізі айтқым келіп тұр бұл кісіні казахский Бенедикт Камбербэтч деп. Өйткені қатты ұқсатам. Сонымен қатар бұл кісі театрда да, кинода да көп ойнайды. Рахмет. Ал енді таныстыра кетейік. Бүгінгі фильм талқыланатын ол сіздердің фильміңіз Ақан Сатаев, Анель фильмі. Қазақ тіліндегі түсірілген хоррор жанрындағы фильм 12 желтоқсаннан бастап бүкіл Қазақстан кинотеатрларында құлақтарыңызға алтын сырға. Жеке өз басым бұл киноны көрдім, қарадым. Айтқым келіп тұрғаны, бұл киноны негізі көру керек. Сол себептен көп ұзамай сұрағымызды, подкастымызды бастайық. Бірінші сұрақ. Жалпы Қазақстан киносындағы қорқынышты хоррор жанры не болып жатыр, қалай дамып жатыр? Сұрақ кімге? Бәрімізге десең. Бір бағышталатын сұрақ болатын болса, оны атыңызды атап, контакт қойып, сұрақ қоямын да. Қазір барлығыңызға бір сұрақ. Енді киноны түсірердің алдында бірдеңені изучать еткен шығарсыз. Негізінде қазір енді біздер киноны түсіргеннен кейін көбісі айтады, мысалы енді дәстүр дейтін киномыз Қуаныш дейтін менің әріптесім өткен жылы сол дәстүр дейтін киноны шығарды. Өте сәтті шықты. Халық барып қарап, қолдап, халықтың көңілінен, көрерменнің көңілінен шықты. Негізінде ол кезге дейін бізде біз Tiger Films студиясымен жоспарлағанбызды хоррор фильмді түсіруге. Бірақ енді бизнестен қарап, нетіп, кішкене сырғытып қойдық түсірілімді. Содан бастап ойластап жүрген бізде негізінде бір хоррор фильмді түсіру керек. Өйткені өзіңізде білесіз, қазір көбінесе қазақ киносында комедия жанры өте қатты дамыды. Бәрі комедияға барып, комедияны көреді, комедияны түсіреді. Өйткені бизнес жағынан өте сондай ыңғайлы дүние болып жатыр да. Сондықтан да кішкене жанр ретінде біздер спектр дейді ғой, кішкене оны да кеңейту керек көрерменге. Мысалы, драмада болу керек, хоррорда болу керек. Сондықтан да сондай бізде мақсат болды. Хоррор жанрында бір дүние шығару Tiger фильммен қосылып. Соны қолға алдық, бел байладық. Оған дейін сол енді ойымызда жүрген кезде сол жаңағы дәстүр шықты. Бізді қуантты, оған көрерменнің барғаны. Одан кейін мысалы өткен жылы Оян қазақ дейтін үлкен драма болды. Оны да мысалы қалай көрермен барып қолдады. Зарина да ойнады ол кинода. Сондықтан да менің кішкене көрерменнің выбор болу керек дейді ғой. Сондықтан міндетті түрде тек қана комедиямен шектеліп қалмауымыз керек. Сол сәті түсіп біздер қазір хоррор фильм түсірді. Бірақ негізі дәстүрге дейін де мысалы менің өз тәжірибемде Рекетирден кейін мен Заблудившийся дейтін киномды түсіргем. Ол да триллер, онда да ішінде хоррордың элементтері бар. Мистика. Сондықтан мен үшін ол жаңа жанр емес, және бір сүйікті жанрым деуге де болады. Мен балалық шағымнан таза хоррор жанрында кино түсіру арманым болатын. Институтта студент болып жүрген кезде. Сондықтан Аллаға шүкір, сәті түсіп, мінекей киномызды дайындап, қазір сол 12 желтоқсанда шығарамыз. 12 желтоқсанда керемет. Жалпы жаңағы сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мысалы Заблудившийся. Сол кездегі аудитория, қазақ аудиториясы. Мен қазақ киносындағы ашаршылықты көрген адаммын. 90-шы жылдар түсетін жоқ. Сіз деген жас болып 2001 жылы Саранча сериалында түскенсіз. Сол кезде бірінші ойбай культовый сериал Перекресток емес, хоть что-то деп жүрген адам. Содан сіздің Рекетеріңіз. Рекетерден кейін Джекпот, Заблудившийся деген келеді. Сол себептен Рекетеріңізді Заблудившийда ол
бір орын алды Қазақстан кино индустриясында. Осы сіздердің түсірген фильміңіз Анель сондай орын ала ма? Қандай із қалдырады Қазақстан киносында? Әрине ондай енді сондай сеніммен жасадық, міндетті түрде ол уверенность болады ғой. Егер де ол енді сәтсіз шығады десе, онда түсіруге де керек жоқ ондай. Егер де мысалы ондай бір күдік болса, сондықтан мен ойлаймын, бізде көрерменнің көңілінен шығады деген үміт үлкен. Ондай үмітсіз біз жұмысқа кіріспейміз. Өйткені бүкіл жобаның составляющий орнында. Сценарий да маған ұнайды, актерларымыз бәрі орнында, монтажы бәрін енді сіз өзіңіз айтып отырсыңыз, жаңа киноны көріп шықтыңыз. Біздер де бірнеше уже тестовый көрсетілімді жасадық. Біздің де көңілімізден шығып жатыр енді, авторлардың көңілінен. Ол да это немаловажно. Сондықтан жаңағы мен тағы да айтып кететін, мысалы бүгін ертең Жесірнақ дейтін кино шығады. Ол да хоррор кино, хоррор жанрында түсірілген дүние. Мен трейлерін қарап, қазір оған да өзім күтіп жүрмін. Қазақ мифологиясын алған былай. Иә. Мен мысалы былай айта кетейін. Бұл подкастқа мені белгілейді. Мен келісем, кино туралы, сен кино көп қарайсың, жарайды отырмын. Содан кейін мен жұмысым бойынша күнделікті апта сайын кинотеатрға барып отырамын. Осы сияқты қарапайым халықтың кепкі киіп алған бүйтіп отырам. Сіздердің тизерларыңыз шығады. Ал енді мен деген бұл тизерді деген кинотеатрда отырып алып көргем. Сояқта танымайтын адамдардың сөздерін естідім. Солардың сұрақтарын қойсам деймін сіздерге. Біріншісі, бұл қатты сұрақтар болады. Біріншісі, Анель бір қыз отта да оң жақта. Созвучно как Аннабель деді. Аннабель деген американдықтардың түсірген киносы бар. Соған қатысы бар ма? Содан алдыңыз ба? Ұрладыңыздар ма? Не болды өзі? Жоқ, атымен ондай мүмкін тек біздің басты кейіпкердің енді есімі Анель болғандықтан біз сол продюсерлердің ол несі болды, решениесі болды, киномыздың есімін солай жасау, Анель деп. Ол бізді ешқандай сюжетный линияларын немесе бір оны ұқсастырып Аннабель дейтін киноға жоқ, ондай мақсат болған жоқ. Атымен. Оны енді көрермен өзі келіп, өзі бағалап, өздері айтсын, бірақ біздерді айтып отырмын ғой, ондай ешқандай ой болған жоқ. Даже лебі болған жоқ оны. Сол үшін сол көрермендер келу керек, көру керек. Содан кейін өздері айтады. Бар ма, жоқ па деген. Содан кейін мұндай. Сіз актерсыз ғой. Мына жақтан оң жақта бала отта тизер басталып жатыр. Тұртта қазақтар актерлері қорқыныш эмоциясын ойнай алмайды дейді. Қаншама киносын көрдім. Оған дейін сіздерге дейінгі шыққан қорқынышты көріп алып айтып тұрды. Сол рас па, қиын ба, қиын емес па, или ол жалған ақпарат па? Жоқ, енді жалпы әр көрерменнің әр түрлі қабылдауы болады. Оның мүмкін восприятиесі басқа шығар. Біздің жалпы актердің басты міндеті, мен өзім айтатын, мен көрермендердің барлығына ұнау менің міндетім емес. Жалпы менің түсінігімде, мен өзім түсінетін нәрсе, актер өзінің ойынан ләззат алу керек. Мен мен енді мүмкін басында солай болған шығар. Мен қазір сондай деңгейдемін, что мен спектакльде де мен көрермен үшін ойнамаймын. И рөлді де мен өзім үшін ойнаймын. Мен өзім ләззат алуым керек. Ойыннан, процесстен, когда мен өзім ләззат алам, көрерменге барады ол. Ал егер мен көрермен үшін ұнайын десем, демек мен өзімді жоғалтам деген сөз. Актер уже біреуге ұнау үшін тірлік жасайды да өзінің мынау болмыстан шығады. Болмысынан шыққаннан кейін пространствода актер адасады. Енді сіз ойлаңызшы, енді сол да Винчи болсын, сол жаңағы Моцарттар болсын, мен көрерменге ұнау керек деп мықты шығарма жазды ма? Жоқ, олар өзі үшін жазды. Олар өздері мазалаған дүниеден жазу арқылы ләззат алды. Мен мысалы өткенде Меншиковтың спектаклін көрдім де. 1600 деген. Почти сөзінің бір 60% түсінген жоқпын. Он же быстро говорит. Түсінген жоқпын, бірақ мен ләззат алдым. Өйткені мен Меншиковтың сахнада ләззат алып жүргенін көрдім. Өзі кайфовать етіп жүр сахнада, он весь прям отдается, сеніп жұмыс істеп жатыр да, и біраздан соң мен соған кіріп кеттім атмосферасына. Сондықтан да мен енді ол көрерменнің бәрін ұнау мүмкін емес, бірақ сені ұнататын, сені түсінетін көрермен. Даже бір көрермен келіп, бір көрермен 2-3-ке жарылуы мүмкін. Біреуі Заринаны ұнатуы мүмкін, біреуі мені ұнатпауы мүмкін, біреуі басқа біреуді ұнатуы мүмкін, біреуге кино ұнауы мүмкін. Бұл деген солай процесс, солай болу керек. Бұл заңдылық.
100% ұнау мүмкін емес. Керемет айтылған сөз, нағыз актердің сөзі. Жалпы бұл фильмде локациялар аз, бір үйде бір отбасының оқиғасы. Сол бірінші режиссердің подачасы, екіншісі актерлардың ойыны. Сіздер екеуіңізден бөлек бұл фильмде тағы бір актерлар болды. Солармен вообще комбинация қалай жүрді? Ойын қалай болды? Бұл жерде енді ең басты мәселе, біз басынан бастап репит жасап бастадық. Бұл киноның бір жақсы жері, тағы да жаңағы монтаждан басқа Ахан ағамен біз басынан бастап читкада қатыстық. Читкада болдық, біз кездестік, сценарийді оқыдық, одан кейін өзіміздің ұнамаған жеріміз, Ахан аға айтты, ұнамаған жерді ыңғайсыз болса айтыңдар деді. Біз сондай жерлерде айттық, біз сөздерін талқыладық бірге. Сөйтіп біз бір ансамбль, атмосфера, бір семья болып кеттік бәріміз бір-бірімізге. Қабысып кеттік. Читка кезі өте, читка мерзімі өте маңызды дүние да. Сол кезде как раз диалогтарды реттейміз, актерлардың мысалы бір ұйқаспайтын сөздері немесе өзіне бір дискомфорт болады ғой, мысалы андай сөзді мысалы өмірде айтпаймын дейтін мысалы, ауыстырып жібереміз. Залда сондай сөз болды. Ана әдеби сөздерді көп қолданып жіберген ба деп. Мен киноны көрдім, Ахан жұмысыңыз керемет. Егер де жұмыс барысында өзгертіп, актерлармен келісіп отырсаңыз. Жалпы кейбір сөздер болады, оқылуға жақсы да, айтылуға қиын. Зарина, айтшы, тіліңе келмей тұрады. Сондай сөздер болды ма? Сондай сөздерге болған кезде Ахан аға саған удобно дейді, ыңғайлы ма, жоқ ыңғайсыз дегенде, давай ауыстырайық деп, сол моменттерді ауыстырған кезде. Синонимін мысалы, керемет қой. ыңғайлы, міндетті түрде. Менде бір-екі ғана саналы тәжірибе болды түсіру барысында. Сөз дұрыс жазылмаған да, дұрыс жазылмаған ғой, бұл онысын айтамын ба, айт деп тұрып алады да. Жоқ. Сіздерде мықты екен. Біз енді өзімізде көрерменбіз ғой, былай қарасаң. Өзімізде кейде кино қараймыз, оның қателерін біліп отырамыз. Сондықтан да өзіміз түсетін дүниеде сол қателерді қайталанбауға тырысамыз. Сондықтан да шынымен де ол тым әдеби болып кетпес үшін қарапайым өмірде қолданылатын сөздерді енгіздік. Содан кейін білдік, менің де таныстарым айтады, американский сценарийден алынған сияқты бір үйдің ішіндегі оқиға деп. Бірақ ол бір үйдің ішіндегі оқиға, жаңағыдай сіз айтып отырған сұрақ, хоррорды ойнау біздің қазақ актерларына қаншалық. Енді біз күнделікті хоррор ойнап жатқан жоқпыз біріншіден. Ол енді енгізіліп жатқан жанр. Біз комедиядан деп енді басқа жанрға көңіл бөліп жатқан кезіміз. Сондықтан да бәлкім қате жіберетін шығармыз, бәлкім бір жерде дұрыс ойнамаған шығармыз, біреудің көзқарасы бойынша. Бірақ оның ішінде шындық бар, ең бастысы. Біздің мақсатымыз ол шындықты дәріптеу болды. Оқиға желісінде де мынау өзімізбен жаңағыдай сөздің байланыстыруы да, сөйлемнің құрастырылуы да, сценарийның барысы да, соның ішінен бір шындық іздеуге талпындық. Ал енді ол қалай болады, жалпы көңілден шыға ма, шықпай ма, ол да қызық. Негізі 100% бәріне ұнаған, ол да қызық емес. Тіпті теріс. Ондай болмайды да, теріс пікірлер, мысалы мен жақсы көремін теріс пікірлерді. Ол сенің бір эгіңді басады, ол сенің алға ұмтылуыңды талап ететін дүние. Сондықтан да жалпы дәстүрден кейін заблудившийся негізі Ахан аға мынау триллер жанрындағы, он пророждатель, да, так сказать. Поэтому мен ойлаймын, бұл жалпы мэтрдің жұмысы. Біз соған көңіл аударуымыз керек. Ол бір жас баланың жасаған жұмысы емес. Мысалы, дәстүрді алатын болсақ, Қуаныш енді өзіміздің замандасымыз, ол жаңадан міне киноға бет бұрып жатқан адам. Сондықтан да өте талантты, өте мықты дүние жасады. Өте мықты дүние жасады. Дәстүр көңілден, көрерменнің көңілден шығып жатты. Өте шықты, сондықтан біз барлығымыз вау дедік, біз барлығымыз үлкен қолдау көрсеттік. Ол жаңа жанр болды да. Ал енді бұл басқа, бұл дәстүрмен салыстыруға келмейтін фильм. Бұны жалпы екі хоррорды салыстыруға келмейді, айтып отырмын ғой, бұл кішкене интеллектуальный триллер сияқты айтсақ та болады. Және де бұл мэтрдің қолынан шыққан дүние. Енді мен өз басым, мен жаңағы айтқан, біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамайды. Ол это нормально. Абсолют болмайды, кино саласында, вообще өнер саласында абсолютный бір дүние болмайды, бәріне тұтас ұнайтын. Сондықтан біз оған дайынбыз, бірақ айтатыным, мен режиссер ретінде айтатыным, мен актерлік ойынмен біздің киномыздағы, қазір Анель киносындағы 100% өзім доволен,
қанағат полностью 100%. Өйткені егер ол болмаса, онда қазір оның тогда да смысла нет тогда показывать. Сондықтан да мен айтып отырмын, тем более қазір хоррор дейтін кейбіреулерді шошытады, енді вообще жанр. Ой, қойшы, қорқынышты бармаймын өйтіп. Мен жақында неден қарап, интернеттен қарап, оказывается, полезно для здоровья хоррор. Представляете, да, я для себя тоже открыл это. Она выброс адреналина, оказывается, адамға иммунитетін күшейтетін көрінеді. Да. Одан басқа да тағы да нелері көп екен. Мен ойлайтын подсознательно вообще хоррор маған өте ұнайды. Мен кішкентай кезімнен, балалық шағымнан өте жақсы көрем. Соған барып, кешке өзім қарап, кішкене қорқып. И реже болел, наверное, поэтому. Аллаға шүкір. Но на самом деле у хоррора, она хоть и узкая аудитория, но она очень устойчивая и преданная. Она хоррорды жақсы көретін көрермен, ол міндетті түрде барады хоррорға. Сондықтан да бірақ та мен ойлап отырмын, мына енді кішкене бізге үміттендіреді жаңағы дәстүрдің успех дәстүрі. Халық көп барды ол киноға. Көп барып, өзінің бағасын беріп жатты, біреу көбісіне ұнады, біреулер мүмкін сынаған да шығар, бірақ та бізге ол тоже қазір как трамплин дейді ғой, бізге де жақсы ол. Да, келсін. Қазір мысалы, міне жестернап дейтін шығып жатыр. Хоррор тоже біздің әріптестеріміздің жұмысы. Ол да болсын, ол да халықтың көңілден шықсын. Біздер сондай тілек. Өйткені ол бізге де бір айдан кейін бізге де ол да трамплин болады. Киноның көп болғаны дұрыс. Біз өзімізді жақсы көріп үйренуіміз керек. Біз мен кейде анау сұрақ қояды ақынаға. Осы актерлардан басқа актер жоқ па деген. Мен айтамын, жылына пәленше кино түсіріліп жатыр. Сол Ди Каприо, сол Бред Питт, сол актерлар ғой. Оларды ешкім айтпайды ғой. Сол үшін біз қазақ өзі жақсы көрмей, өзін-өзі қадірлемей, біз әлемді мойындата алмаймыз. Сондықтан да біз алып тастап қазір өзімізді жақсы көруіміз керек. Біз выбор тұратын болса, Голливудтың киносы мен қазақтың киносы, қазақ киносына баруымыз керек. Потому что ол өзімдікі. Өзім. Ахан Сатаев көпсі теманы ашып берді. Енді актерлерге көшейік. Содан Ахан Сатаевқа режиссер ретінде бір мықты сұрақтар тұр. Сіз, Азамат аға, театрда да, кинода да рөл деген багаж жетеді, опыт деген жетеді. Бірақ Ахан Сатаев сізге звондап, осындай проект бар, түсу керек деп. Сізге хоррор жанры күнде түсе бермейді. Сіз актер ретінде екі басты қуандыңыз, бірақ қандай тәжірибе алып келді ол сізге? Осындай хоррор мистика жанындағы рөлді ойнау. Жаңа енді айтып отырайын, мен Ахан ағаның енді творчествосын өте жақсы көремін. Біз бала кезімізде сол Саранчыны айттың ғой сен. Біз оқуды енді бітіріп жатқан кезде Қазақстанда бірақ сериал болған, Перекресток деген Саранча. Саранчаға өту деген Оскар ауылмен бірдей болатын. Ол жасаратын жоқ. Бүкіл Қазақстанда қанша актер бар, барлығы пробаға барады. И жаңағы телміріп күтіп отырасың, қашан звондайды деп. И Саранчаға маған өттің дегенде мен уже автограф беріп бастадым, уже қасымдағы достарыма. Мен Ерлан деген жігіттен едім. Әсел Садвакасова екеуміз ең бірінші партнер болдық сол жерде. Екеуміз партнер болдық. Содан кейін енді мен мысалы Заблудившийся, я не знаю, сен қанша рет көргеніңді, мен бірақ бір өтіп өтпеймін, бір 30 шақты рет көрген шығармын. Менде мынандай нәрсе болды. Мен ең Ахан ағаның творчествоны ең жақсы көретін кино Заблудившийся. Неге? Мен ол кезде тура театрға жаңадан келіп жаттым да, рөл ойнау керек. И кез келген рөлдің алдында бір мотивация керек та. Маған Мезликиннің сол кездегі ойыны Ахан аға, это вообще бұл пилотаж. И мен жаңағы обязательно спектакль басталады, жаңа рөл береді театрда, обязательно Заблудившийся көремін, отырып, қарап отырамын. И жаңаға Мезликинді мотивациялам, и бастай театрға келемін жұмысты. И солай каждый ролінің алдында, каждый спектакльдің алдында мен Заблудившийся көріп жүрдім. Мен үшін шыны керек өте бір жоғары деңгейде екен. Мезликин енді ана жерде бүйтіп отырып темекі шегетін жер бар ғой анаға. Ана деген көз деген анаған қарап. И содан кейін көптеген кинолар кетті. Мен жалпы мен бақытты актермын, что Ахан ағаның барлық киноларын түсіп жүрмін. И Ахан аға шақырғанда мен даже ойланбаймын. То, что бола ма, болмай ма, сценарийді беріңіз. Қазір біз шығамыз ғой, сценарийді беріңізші, оқиын, танысайын, кім түсіріп жатыр. Жаңа айта келу керек ше. Азамат сол кезде қазақ фильмді басқарып отырды. Сіз де басқардыңыз. Мен бүгін джекпот жылдым. Кино индустрияны сіздерден басқа артық білетін
персона жоқ бізде Қазақстанда. Рахмет Еркебұлан. Жоқ, мен айтып отырғаным мысалы ол кезде енді театрда жұмыстары бар, кинода жұмыстары бар Азаматтың. Және қазақ фильмде үлкен жоқ. Мен оны өзім білем. Ана таңның атыс кештің батысы жұмыс. Соған қарамастан Азамат келіп, ол кезде оразаның кезі как раз. Оразаның кезінде сразу келістік дағы 10 күн жаңағы не алып, без содержание алып. Бірақ көбінесе бізде түндік сменалар болып отырды. Түнгі смена. Ночной сменалар болып отырды иә бізде. Фильммен Ол да қиын, мысалы түні бойы жұмыс істейсің, күндіз енді кішкене демалу керек қой. Ең бастысы жаңағы мен мына кинодан, ана елден әрбір кино сенің актерлығыңа бір әдемі бір апгрейд береді, өсіреді. И сен бір нәрсе аласың. Мен ең басты нәрсе кинода ең бірінші атмосфераны сездім. Өйткені ол мына театр әлемінде Михаил Чехов деген бар, Антон Павлович Чеховтың інісі, ол Станиславскийдің системасына бір жаңа өзгеріс енгізген. Бүкіл Станиславский системасын зерттеп келеді дағы, бірақ пункт қосады ол. Ол айтады, самое главное творчествода атмосфера дейді. Егер кино басталған кезде атмосфера болмаса, сценарий 1000 жерде мықты болсын, актер керемет болсын, режиссер керемет болсын, художник кино ұзақ өмір сүрмейді. Киноны да театр, спектакльде ұзақ өмір сүргізетін атмосфера екен. Мысалы, бізде Юно на войс деген мысалы рок-опера бар да, Марк Захаровтың 50 жыл болып жүріп жатқанда. Мысалы, бізде әуезов театрында Беспойдақ қыбырту деген спектакль болды. 30 жылға жетіп қалып жүріп жатқанда. Спектакльде дым жоқ, бірақ занавес ашылған кезде атмосфера көрерменге жетеді. И ана елде маған үйренгенім, площадкаға келген кезде уже все, сен уже атмосфераны сезе бастайсың. Өзіңмен өзің жаңа сыртта вау деп күліп күлесің да, зайка. И жаңа үйге кірген кезде все уже сразу, уже понимаешь, надо все оставлять за дверьми, ары қарай уже все басқа атмосфера олай дайындалу керек. Вот и сол атмосфера, мен киноны көрген жоқпын. Сен көріпсің, егер сол атмосфера экранда, кадрда болатын болса, онда браво. Ой, оның киноны көріп шықтым. Зарина ханым да рөлін көрдік, сіздің де рөлін көрдік. Осы бір қызық сұрақ болып тұрды. Көрермен ретінде кино қорқынышты, аураға кіргізеді. Енді мистика ғой. Бірақ ол кино, ал киноның за кадрам. Сіздер қарапайым актерсыздар, Ақан аға сіздер түсіріп отыр. Бір комичный моменттер болған шығар. Несмотря на ужасный фильм, дейді ғой, фильм ужасов. Бірақ қандай күлкішті момент болды ма? Екеуміздің күлетін сахнамыз анау тоқтап кеткен. Ол да болды. Негізі Ақан аға ұрысты бір рет бізге. Негізі мен ойлаймын, бұл шаблонный нәрсе. Хоррорда тек қана сондай атмосфера болу керек деген сияқты, немесе кейбір актерлар айтады ғой, мен образға кіргенде, одан шыға алмай қалғанда, сондай адамдардың сұрағым келеді, қай есіктен кіріп, қай есіктен шыға алмай қаласыз деген сияқты. Сондықтан ол жай ғана далбаса әңгіме. Ол жұмыс, әрбір бұл площадкада тек қана профессионалдар жұмыс істеді. Сондықтан бұл жұмыс болғаннан кейін ол түнгі смена болды. Кешкі 6-дан таңғы 9-ға дейін почти да. Сондай жұмыс істедік. Ол негізі адамға өте ауыр. Сондықтан сол бір ауырлықтың ішінде, сол бір күрделі сценарийдің ішінде қарапайым өмірде тіпті тамақ ішіп отырғанда жеңіл әңгіме айтқым келеді. Сондықтан оның барлығы болды. Күліп жүр. Қорқынышты фильмді күліп жүр. Ақан аға білмейді оны, жаңағы бір сцена бар, жаңа кімнің, Анельдің туған күнінде екеуміз кіреміз да, туған күнің менен деп. И жаңа бірінші Ақан аға мотор начали дегенде Зарин екеуміз келіскен жоқпыз, екеуміз екі танелес бастап қойдық. Ондай емес, негізі Азамат аға онша әңгі жоқ. Содан бастайық әңгі. Мен басқа жақта, бұл басқа жаққа кетті. Мен кішкене бармын, сондықтан екеуміз енді былай бастап жүрдік та, Азамат аға мені кінәлап жіберді. Содан бірнеге түсе алмай, әйтеуір туған күнің менен деген зорға айтты. В общем, анау Анельге барғанша туған күні екеуміз в общем таппадық қып, түсемадық қып бір-бірімізге. Мен бұған Зарина, содан басталды жаңа күлкі, шайтан күлкі, тоқтамаймыз. Бір дубль, біріміз Ақан аға ұрысты. Содан кейін үлкендерге айтып, мына жаққа тұрып қолымызды тістейміз, аяғымызды шымшимыз. Болмайды. Зарина қарасам бітті бар. Мынау деген Заринаның бір жаман жері бар ғой. Зарина бір күлсе тоқтамайды ғой. Тоқтамаймын, сондай жындымын. Бір рет спектакльде айтайын, қорсасқым келмейді деген спектакль ойнап жатырмыз Ақан аға. Малы залда, кішкентай ғана алдымызда. И Ғайыз апай үшеуміз. И бастаттағы Ғайыз апай почему-то дайындалып келген, бүгін мына екеуін күлдірем деген ғой. И бір фишка жасап келген, оны біз білмейміз. Алдыда сахнада Ғайыз апай банк еткізіп жаңа фишкасын.
біз екеуміз бастағада күліпші. Мынау кетті, Зарина тоқтамайды. Мен кеттім, артымызда мassa тұрын. Олар күліп жатыр. Көрермен қосылып күлді. Одан кейін теріс қарап тұрмыз, бірімізге бір көрермен айтты. Әй, болды енді, тоқтаңдар, арқай жалғастырыңдар еді. Одан келесі сахнаны екеуміз екі жағар ойнадық қой бүйтіп. Сөзімді айтып тұрмыз, бірақ мен былай қарап тұрмын, Зарина былай қарап тұр. Мен сахнадан шығып кеттік. Ол театрда қиын ол. Театрда мысалы өте қиын. Кинода жарайды, кинода монтаж бар, не бар. Ойнап көр десе театрда. Аяқ қолың дірілеп сөйлей алмай ғана тұрсың ғой аяқта. Театр деген ол бір бөлек, ал кино бір бөлек. Киноның бір өзінің спецификасы болады. Сіздер жаңа айттыңыз, сахнаға сізді барлықтарыңыз подчеркивать етіп отырсыздар. Қиын болған сәт ол түнгі уақытта түсірілген. Одан бір бөлек. Мысалы, Аханаға сіз режиссер ретінде камерада отсыз, екі актер ойнап жатыр. Хоррор жанрында. Қандай эпизод, қандай эмоция сіздерге қиын болды? Есте сақталатын, әсерлі немесе ең қиын? Зарина сенде шығар. Менде болды, иә. Менде болды. Біз ауруханада түсірдік ол сахнаны. Тіпті енді былай қарасаңыз эмоция жағынан мен ол сахнаға онша мән бермеппін. Әшейін ғана сахна, енді былай қарасаңыз өтеді де кететін сахна, бірақ кейін Аханаға мен әңгімелесе отырып өзім бір информация алдым да, енді оны айтпай қояйық, жария салып, я ол өзіміздің ортамызда қалатын болсын. Сондай бір жүректі тебірентетін бір қатты информация алдым. Бұл ана мен баланың арасындағы сахна тұғын. Жалпы безусловная любовь қой ол. Бала мен ананың арасындағы. Сол кезде мен шынымен де менің қызымды ойнайтын Мединаны өзімнің қызымдай жақсы көріп кеттім. Сондай бір сәттер ғой ол. Оны сен мысалы үйде келіп дайындалып келмейсің, бүгін осындай болады деген сияқты. Сондықтан сондай бір сәттер менің өмірімде, өнердегі өмірімде демей ақ қояйын, жалпы адами өмірімде өте мәні зор. Сондықтан бір жүрегіңді қозғап жіберетін сондай моменттер болады. Мен үшін сол фильмде осы ауруханада түсірген сахна болды. Қатты жүрегіме батты, қатты. Ол тез түсіріліп кетті ме, или мысалы Американың қаншама қорқынышты фильмдері түсірілген, актрисалар ақыр аяғына травма алып шығады. Психологиялық, физиологиялық тұрғыда. Оның біреуі Сияние, Кубриктің фильмінде түсірген актрисаны деген, ана депрессниковый состояниеда ұстап тұру үшін жылатай берген, ақыр аяғында ол травма алып шыққан. Сондай Аханаға тиран болды ма? Бұл енді Иә деп жылап жүрсің. Жоқ, фильм түсіріліп қойды. Аханаға уже бастық емес. Иә, жоқ, білесіз бе, бұл басқа хоррорлардан кішкене айырмашылығы бар. Бұл жаңағыдай біз қанды ағызы, бәрін жылатып, миымызды бұратып, ондай хоррор емес, бұл кішкене сәл-пәл интеллектуалды хоррор. Иә, бұл басында басқа фильм болып қабылданады, ортасында сен басқа фильм көріп отырғандай боласың да, ең соңында барлық сұрағыңа жауап аласың. Сондықтан біз оны бір қытықтап отырып күлдірмейміз, жыла деп тұрып жылатқызбаймыз. Бұл жай ғана біз адами тұрғыда өзіміздің эмоциямызды көрсетеміз. Сондықтан бұл жақта Аханаға бізді бір қатты қинаған жоқ, бірақ бұның жауапкершілігі өте үлкен болды. Одан бір қиыны не болды да, Зарина? Переход қиын болды бізге. Енді киноны көрсеңдер, енді переход бар ғой. Айтпай қойын, енді адамдарға да сол жерде біз шатысамыз, біз қайдамыз, мынау қай састай, Ахана келеді, так, бұл сендер мына жердесіңдер, все, переходим туда. Біздер өткені прям түсірілім алаңында, монтажды түсірілім алаңында жасап отырдық. Түсіріп, монтаж сояқтық. Монтажда тура сразу, мысалы, сахнаны түсіріп жатамыз, сразу монтаждап жатамыз. Сол бізге өте көмектесті. Өйткені мысалы мен актерлар үлкен профессионал, екеуі де негізінде бүкіл ана барлық составымыз бізде, каст бүкіл, енді актеріміз көп емес, бәрі де өз орнында және үлкен профессионал актерлар. Олар шақырып алам, монтажға әкелеміз, қараймыз, міне состояние мынандай болған, мына жерде соны алып кету керек, көтеріп кету керек әрі қарай дегендей. Сондықтан анандай бір қиыншылық жағдайлар, көп дубль деген ондай дүние болған жоқ бізде. Тез жылжып отырдық. Бәрі түсінікті болды, мысалы, задачаларда бәрі актерлармен бір тілде сөйлестік. Бәрі әп-әдемі тамаша болды. Негізі жаңағындай мынау Аханаға жасаған нәрсе, ол бірінші рет болды бізде фильмде. Мен вообще ондай болған болды ма сен, Зарина? Мен көп киношникттермен сөйлестім осы жағынан. Қазіргі таңда енді көбісі солай жұмыс істеп жатыр, бірақ осындай площадкада монтаж жасауды негізі бастаған Аханаға. Ол өте жақсы актерлар. Өйткені сен енді театрда жақсысың, сен репет жасайсың, спектакль сахнаға шығасың,
аласың, басынан аяғынан ты проживаешь. Хронометражно. Білесің сен да. Ал кинода сен, например, қазір сен басын түсіріп жатсың, келесі сахна аяғын түсіріп жатсың. Одан ортасын. Сол кезде актердің мына ішкі динамикасы үзіледі. Ол однозначно үзіледі. Сол үшін мына монтаж керек. Ахан ағамнан бір мысалы түсіргеннен кейін бір какой-то бір 3-4-5 секунд, 5 минут шақыратта көрсетеді. Есіне сразу состояниясы, өткен мысалы сахнаның состояниясы уже еске түседі актерға. Актерға да жеңіл, бізге де түсінікті бәрі. Сонда бір үзілмейтін линия болады, жіп болады. Музыка ойнап отырады бізде плейбекте. Жаңа монтажда енді референсный музыкалар ана атмосфераға, ол да монтажға да көмектеседі, және актерларға да көмектеседі кейбір кезде. Олар ана музыканы тыңдап түсінеді, оператор түсінеді, мысалы қандай атмосфера, свет қандай қою керек, қандай мысалы бір панорама бірдеме болып жатса, оның жаңағы жылдамдығын, камераның телешкадағы жылдамдығын даже музыканың темпо ритміне сәйкес қалдырып түсіреді. Сондықтан сондай ана технологический дүниелер, мен айтып отырғаным кино театр емес дегенім сол ғой. Театрда өйткені қиын да, сахнаға шықтың болды, жаңа күліп жіберсең күліп жібердің. Оны монтаждап кесіп тастамайсың. Кинода кішкене жеңілдірек ол жағынан. Өте қызық екен, өте қызық. Мен бірінші рет естіп отырмын, съемка жасап, монтаж жасайтын деп. Жоқ, монтажды біздер уже бірнеше жобада, ол қазір ана монтаж мерзімін кішкене жылдамдап тұрады. Өйткені постпродакшн уақытында сен монтажға көп, уже кино 80%-ға дайын болып тұрады. Видеоряды дайын болып тұрады. Одан кейін жеңіл, ана уақыт кішкене тездетеді сол кезде. Киноның шығуына, Қандай музыка ойнап тұрды? Классика ма? Мен естігем. Бізде основной музыкасы, бізде жоқ, бізде Сакамотаның ана «Выживший» дейтін киносы бар. Енді білесіздер кімнің, Ди Каприоның ойнаған киносы. Соның саундтрекі, басты саундтрекі, сол бізде как референсный атмосферный музыка болып отырды. Сіздерге де ол көмектесті. Әрине, музыка бірден жаңағы кез келген кадрды көресің, жаңа музыканы тыңдайсың, уже болды. Ол актерларға да темп ритмін түсініп отырады. Өте қызық. Екінші, мен өзім қойғым келіп тұрған сұрағым бар да, сізге Ахан аға. Өнерде мен білем, бір проекттен екінші проектке көшу үшін сіз сол саладағы басқа актер немесе режиссерлардың еңбектерімен танысасыз. Осы Анель хоррор жанрындағы фильмді түсіру үшін осы жанрдағы қай режиссерлардың қандай атақты фильмдерін үлгі алдыңыз? Идеясын адаптировать етпесеңіз де, для вдохновения дейді ғой. Сізді мысалы деген бір кинодан екінші киноға өнерде ұрлық деген жоқ, мен ойымша. Сен аласың, надан қосасың, өзгертесің, өзіңкін шығарасың. Тура айтасыз. Вдохновение міндетті түрде. Кімнің фильмдері? Біздер мысалы бірінші орында жаңағы сіз айтыңыз Кубриктің «Сияниясы», одан кейін біздер ана Алехандро Аменабар дейтін Испанияның режиссері бар, оның «Другие» дейтін киносы бар. Өте мықты кино. Николь Кидман басты кейіпкер, продюсер Том Круз сол киноның. Когда они были женаты. Да. Я Өте мықты кино. Ол да бір үйдің ішінде в основном түсірілген. Өте камерная история. Сондай дүниелерді қарап, біздер киноның басында сценарий жазып жатқан кезде қарап отырдық. Сценарийді өзіңіз жаздыңыз? Өзім жаздым, иә. От еді, қанша рет өзгертілді, ол басында деген жазылып қойды да, болды ма или өзгертілді ма? Қанша уақыт алды? Біраз болды. Айтып отырмын ғой, біздер дәстүрге дейін, мысалы, енді көбісі айтып жатыр ғой, дәстүрден кейін баяғы бізде сондай бір тренд шықты, хоррор түсіру қазақ киносында деп. Біздер оған дейін жаңағы ойымыз келген кезде, соны уже жазбалап, синопсисін жазбалап, жаңағы Тайгердің продюсерлерімен соны ақылдасып жазып отырдық, өзгерістер болды. Өйткені оны біз қаражатқа қараймыз. Одан кейін мен айта кетейін, анау үйдің тапқанымыз керемет үй болды, анау Әбділда Тәжбаевтың үйі. Ана музей сияқты үйді, негізінде қазір көрермендер тестовый показда қарағанда, мынау не үй деп, шынымен де өте әдемі үй. Бізге удача дейді ғой. Ондай үй тапқанымыз керемет болды. Ол үйді тапқаннан кейін де мысалы сценарийге аз да болсын кішкене өзгерістер енгіздік. Бір удаленный сценалар болады ғой, көп режиссерлардың жұмысында. Сізде сондай бар? Аллаға шүкір, бүкіл сахналар кірді. Тарантиномын дейсіз ғой. Я снимаю фильм для себя, поэтому менде удаленный фрагмент жоқ деп. Бәрі, бүкіл сахналар, бүкіл кадрлар бәрі кірді. Ал екінші мақұл, менің Тарантино ол сүйікті режиссерім бірі. Оның бір ерекшелігі сценарий жазған кезде ол көбінесе негізгі рөлдерді ойнайтындарға жазады да, кастинг жасамайды. Сізде осы Анель фильмін түсіру барысында екі отырған керемет актерларды кастинг жүргіздіңіз бе, немесе сценарийді осыларға бола жаздыңыз ба? Жоқ, кастинг біздер бөлек. Оған дейін сценарий жазып жатқан кезде енді жобалап басыңда енді елестетесің
актерларды. Бірақ та кастинг мерзімінде әрине ол уже новые краски дейді ғой, кастинг кезінде келді. Бірақ та мен айтайын, актерларды бірден утверждать еттік. Мысалы ең басында Азамат уже кастинг болған жоқ, біздер проба болған жоқ. Да, мен уже тәжірибеге қарап, мысалы Заринаны мен Оян Қазақтан көрдім, және Заринаның негізінде мен армандап жүретін, бір сәті түссе бірге бір жұмыс істесек деген. Өйткені мен шеберлігі Заринаның мен сахнадан да көрдім, кинодан да көріп отырдым. Енді мына киноны мен шын айтайын, ол тура Заринаның бенефисі. Тура енді бастан аяғына дейін Заринаның қыздан бөлек Зарина енді басты рөл, өтті әдемі шығарып берді. Мен өтті ризам Зарина, бетін айтайын. Рахмет Аханова. Барлық актерларымыз орнында. Бүгін ерекше бір күн мен үшін. Да. Сондықтан мысалы біздерде кастинг болған кезде тура только уже фотодан қарап отырып неттік. Единственное, кім кішкентай қызды іздеген кезде соған біз біраз кішкене енді проба жасадық. Қиналғанда қатты қиналып деп айта алмаймын. Тез таптық. Мединаны тез таптық. Өйткені оның пластикасы бізге керек болды. Сондықтан біздер гимнаст қыздардан қарап отырдық көбінесе. Не балет қыздардан, не гимнаст қыздардан деп. Енді спойлерді айтпай қояйын, бізге керек дүние болды. Пластикасы керек болды. Сондықтан Мединаны тапқан кезде бір ғана минусы болды. Ол жаңағы енді прям қазақ тілін акцентпен сөйлейді. Кішкене. О жағынан да енді туыстары, үй іші бәрі жабылып тұр, қанша 2 ай дайындады акценттен жеңу үшін. Акцент туралы деген бүйтіп айтайық та. Акцент ол проблема емес. Мен мысалы деген қазақ дубляжына шақырмайды. Өйткені менде дыбыстау барысында кішкене акцент бар дейді да. Мен айтам, Америка ағылшын тілінде сөйлейді, бірақ ағылшын тілі екіге бөлінеді. Британдық ағылшын, америкалық ағылшын. Ағылшыннан келіп сұрасаң, Британияның ағылшын қанша түрі бар десең, британдық ағылшын бар, дұрыс емес ағылшын бар дейді. Дұрыс емес сол ағылшындар. Так что акцент деген ол... Жоқ, біз оны жеңдік. Жеңдіңіздер ме? Иә, ол съемкада енді мысалы уақыт тығыз болғандықтан түсіре береміз. Оны білем, дубляжда бәрін дұрыстайтынымызды. Қазір дубляжда бәрін дұрыстап ретіне келтірдік. Бұрынғы советский режиссерлардың принципін ұстайсыз ғой. Если плохо отыграли, сіздерді озвучка сей салады деген сияқты. Бірақ та енді сахнадан жоқ, біздер до победы идем. Ни в коем случае площадкада енді максимум бәрін енді қолымыздан келгенше 100% бізге результат керек. Оны жасаймыз. Бірақ та енді ойымызда ұстап отырамыз, баяғы мысалы акценті болып жатса, оны ничего страшного, дубляжда реттеп жібереміз деп. Ең бастысы жаңағы кім Азаматтың айтқаны, Чеховтың енді Чехов Станиславский ғой екі мектеп, актерский шеберлік. Чеховта бар ғой енді от внешнего к внутреннему дейтін. Ол Чеховтың енді принципі. Станиславский от внутреннего к внешнему дейді, Сондықтан от внешнего Мединада сол болды. Бізге керек дүние. Көзқарасы, пластикасы сол керек болды. От внешнего к внутреннему сол егер сәйкес келіп отырса сахнаның задачасына, біз оны все снято деп ары қарай жүріп отырамыз. Баламен жұмыс істеу оңай емес негізінде. Сондықтан кастинг мерзімінде оған өте бір уақыт бөліп, внимание уделять ету керек. Егер де мысалы біз баланы басқа шеберлігі жоқ баланы алғанды кезде, все тұрып қаламыз онда. Біздер түсіре алмаймыз оны. Партнерлары қандай профессионал болсын. Өйткені баламен бір бөлек акцент жасау керек оған. Оны іздеген кезде, кастинг мерзімінде. Егер де оны тапсаң, все болды, уже удача. Мединаның көзі бөлек қой бір. Взгляды, көзі, пластикасы. Глубина бар да бар. Одан кейін бізбен бірге мысалы біз қаншама съемкада жүрміз, шаршайсың ғой енді, түнде түсіресің. Жоқ қондай, бүйтіп отырады дайындалып. Жоқ, бір ұйықтап қалғаны бар енді. Да? Бір ұйықтап қалғаны бар, бірақ ешқайсымыз қиған жоқпыз оятуға. Ешқайсымыз Ахан аға да, онда мына сахнаны түсірейік, ұйықтап жатқан сахнасын. Өйткені оятуға. Түнде айтып отырмын ғой, қиын болды. Ночной сменалар көп болды бізде. Сіздермен прям жұмыс істеген бір ғанибет қой. Соны айтамын. Актерларды ойлайды. Мен ойлағанмын, ұрыста деген бүйтіп, енді статусы бар, биік легион дейді ғой, легионский дисциплинамен түсіреді деп ойлағанмын ғой Ахан Сатаев. Сіздердің әңгімеңізден қараса бір уютный уют жасапты. Жоқ, ол жаңағы атмосфераға келеді, егер площадкада дұрыс мен мысалы ол актерлардың көңіліне қарау, келгенде ұстау барлығын қалай, даже Тайгер Фильмстің өзі бізге условия жасап, оның барлығы вниманиеде и актердің шабыттанады. Оның барлығы әрине режиссерға, ұйымдастырушыларға байланысты. Өйткені мынандай фильмдар
ансамбль болмаса шықпайды. Ал ансамбль ол қалай болғанда да актердің көңілін табуынан шығады. Егер актердің көңіл күйі жақсы болатын болса, желаниесі болып тұратын болса, ол шығады. Ал егер шынымен де оған сен дұрыс қарамасаң, оның қалаған нәрсесін істемесең, оны шаршатсаң, ол әрине ол ерегісіп отырады. Ол адам болғаннан кейін ерегісесің. Кейбір фильм площадкалар болады, солай. Жаңа айтып Ерегісіп отырмын, мысалы, иә. амал Анау жоқ, ерегісіп гильдиялар, шығасың. неге де мысалы Америкадағы Голливудта неге гильдиялар бар? Олар өйткені сол актерларға бүкіл жағдайын жасап отырады түсірілім алаңында. Өйткені мысалы міндетті түрде там ыстық тамағы болу керек, ол выбор болу керек ыстық тамақтан, жаңағы трейлерлер болу керек, мысалы дубльдердің арасында барып демалып жағдайы болу керек демалатындай. Жаңа баланың мысалы 2 сағат түсіп 40 минут демалу керек, мысалы шаршады ма шаршамады ма оған қарамайды. Сондықтан и соответственно оның отдачасы болады ғой. Сондықтан ондай кішкене жағдай жасасаң актерларға и будешь и требовать потом. Осыдан кейін сұрақ туындап тұрды. Ахан аға, 2007 жылы рэкетир түсірілді. Кәм Шумган жасады. Одан кейін жаңа заблудившиіңіз түсірдіңіз. Сол кездегі қазақ кино индустриясының жағдайы мен қазіргі кездегі Қазақстан кино индустриясының жағдайы айырмашылығы неде? Өйткені сіз деген оның киноны түсіріп, сол кезде сатқан адамсыз. Сізден білетін басқа ешкім жоқ. Екінші кісі міне отыр. Екеуіңіз де режиссер, біреусі с точки зрения актерской позиции дейді, сіз режиссер позициясынан. Қандай өзгерістер? Бұрынғыдан өзгерістер әрине қанша 17 жыл өтіпті. Мысалы бірінші рэкетирдің кейін, иә. Әрине қанша кинотеатр, мысалы қанша кинотеатр пайда болды қазір Қазақстанда, қанша кино түсіріп жатыр, қанша әріптестерім пайда болды, талантты әріптестерім. Және коммерциялық кино дейтін бір сондай ұғым пайда болды. Және ол дамып келе жатыр күннен күнге. Сондықтан өзгерістер өте үлкен, және айту керек, барлық өзгерістер енді жақсы жаққа. Жақсы. Иә, мен айтады ғой, количество в качество перерастет деп. Мен соған өте өзім сенемін, үміттенемін. Кино түсірілсін, көп түсірілсін, комедия болсын, жаңағы хоррор болсын. Актерларға да жұмыс ол. Әрине. Жаңағы айтып отырмын, мысалы келе мүмкін гильдияларға да қолымыз жетеді қазір. Азамат айтып отыр ғой, мысалы актерлар бас қосып қазір сондай бір ойластырып жатырмыз. Біздер де мысалы продюсерлер, режиссерлар оны айтамыз. Мен ойлаймын, келе дамып қазір енді одан да өсу керек. Бірақ та қазір мысалы 400 кинотеатр онымен шектелмеуіміз керек. Мысалы қазір кинопаркта 50 кинотеатр қосамыз деп жатыр келесі жылы. Және менің ойымша міндетті түрде біздер енді экспансия болу керек, экспортный экспансия. Біздер кішкене жаңағы казахское кино дейтін бір мүмкін СНГ-ме, Россияға кішкене экспорт жасауымыз керек. Өйткені біз қазір шектеліп қаламыз. Нарығымыз шектеулі. 20 миллион адамға енді қалай болсын біздер андай үлкен бюджетті фэнтези кино түсіру үшін мысалы енді үлкен қаражат керек. Ол үлкен қаражатты біздің Қазақстанның ішінде біз ақтай алмаймыз. Егер де коммерциялық жоба болса. Сондықтан оны шетелге сатып, сол жаққа шығуымыз керек. Ол үшін өте сапалы дүние жасауымыз керек. Қызықи ол мысалы басқа да шетелдің көрерменіне қызық болатындай. Енді Кореяның киносы қазір мысалы сол дамып келе жатыр. Францияның киносы солай дамып келе жатыр. Жаңағы айтып отырған Испанияның жаңағы другие дейтін киносы кезінде $600 миллион тапты бүкіл дүниежүзілік неден көрсетілімнен. Енді Американы болса айту ол бөлек дүние вообще. Америка никогда өзінің киноларын олар тек Америкамен шектелмейді. Никогда. Олар бүкіл дүниежүзі, олардың нарығы бүкіл дүниежүзі. Олар кино шығарады, олар біледі. Мысалы біз айтып отырмыз ғой, ертең Гладиатор шығады, күтіп жүрміз бәріміз. Мысалы бүкіл дүниежүзі күтіп жүр оны. Жаңағы айтып отырмын, Аватарды солай. Сондықтан біздер соған баруымыз керек. Мақсат негізгі. Түпкі мақсат. Мақсат бар. Бірақ сіздерге сұрақ, сізге де осы Marvel деңгейіндегі не обязательно экшн фильм, мысалы әлем мойындаған Паразит фильмі Корейдің. Сондай деңгейдегі фильмдер қашан түсіреміз? Сіздердің болжамдарыңыз бойынша, сіздің әрқайсыңыздың жетеміз ба біз оған? Уже жақындап қалған сияқтымыз біз. Шынымен жақындап қалған сияқтымыз. Уже қазір көптеген жігіттер уже шекпеннен сыртқа шығып жатыр. Уже Ахан ағаның өзі ойлап тұрғаны, мысалы Кука бейсектер бар, басқа да көптеген жігіттер уже тек қана Қазақстан рыногы емес, уже кез келген проектін жазғанда уже әлемдік деңгейге арнап жазып жатыр. Оның біреу әйтеуір бір күн атылады. Ол шығады, әлем мойындайды, әлем көреді. Бір кино ғой, енді Кореяны жаңа неғылған Паразит қой, например, шықты, бітті, бүкіл Корея киноның бір локомотиві болды да, сол сияқты. Оны көріңіз бе, не керекті, мысалы, неге жаңағы Паразит 4 Оскар алды. Ол тарихта болмаған дүние.
мысалы шетелдің киносы келіп Америкадан 4 Оскар алуы, олардың номинация бар, лучший зарубежный фильм дейтін. Ол на иностранном языке, ол бірақ Оскар негізі. Ана 4 Оскар алды. Өйткені мен айтайын, мен өз көзіммен көрдім, мысалы қалай ол киноның промоушн. Ең басынан бастап олар Каннский кинофестивальда пальмовый ветка алды. Ол май айында өтеді Каннский кинофестиваль, жеңді. Каннский кинофестивальді жеңді. Одан кейін Кореяның продюсерлері көрімді, енді бәрі ойлады. Осы киномызды енді Оскарға шығарамыз керек деп. Оскарға апарды. Лос-Анджелесте олар где-то июнь айынан бастап гонка, Оскаровская гонка дейді. Енді февраль айына дейін ғой. 7 сайын олар банкет, закрытый показы, 50 шақты адаммен барып, жаңағы командамен. Сол жерде тұрды олар. Актерлары бәрі ақша аяған жоқ. Өйткені Паразиттің продюсерлері мультимиллиардер әйел кісі. Өте бай сондай кісі. Олар түсінді. Осы киномызбен қазір біздер еліміздің мәдениетін, кино мәдениетін кәр жарыққа Оскар аламыз. Бұл тарихта болмаған дүние. Мысалы, Кореяның киносы 4 Оскар алу деген, сразу корейский кинематограф дейтін явление пайда болды. Көрдіңіз бе? Бүкіл ел болып жабылды. Бізде өкінішке орай ондай бас бірлік жоқ. Вот өйткені мен өзім басым, мысалы, Бақыт дейтін кино түсірілді кезінде, Берлин фестивалінде Баян дейтін мен продюсер, Баян Есентаева. Керемет дүние. Шын айту керек, Берлин кинофестивалінде жүлде алды. Оны прям отметили, это фильм. Мен енді бұл уверен, сол киноны қазір енді Қазақстан Оскарға жібереді. Өйткені бір елден жыл сайын бірақ қана кино шығу керек. Ол біздің еліміздің ішінде Оскаровский комитет бар. Солар таңдайды киноны. Осы бір жылы түсірдік, қай киноны Оскарға жібереміз деп. Мен ішімнен енді ойлап отырдым, Бақыт дейтін кино соған кетеді деп. Жоқ, барған жоқ. Өйткені Оскаровский комитетте өздерінің ойлары болды. Сол өкінішті жағдай. Бірлік жоқ. Объективно жақсы киноны алып, соны жіберу керек. Содан кейін ел болып жабылып, оны біз Оскарға итермелеуіміз керек. Что попало, отправили, а даже ничего не отправили. В этом году у нас нет достойного фильма деп. Өкінішті жағдай. Сондықтан біздерді бір-бірімізді кішкене аяқтан шалмай, бір-бірімізге көмек жасап, бір-бірімізге иығымызды қойып. Киносы Ахан ағамыздың сөзіне енді құлақ асыңыздар, тыңдаңыздар. Әрине, бүкіл әріптестеріміз бірге қосылып, біздер мысалы бір тың жақсы дүние жасасақ, бір жылда бәріміз қосылып соны итермелеуіміз керек. Сол кезде өсеміз. Былай жоқ, бір-біріміздің аяғымыздан шалып, менің кином сенікінен жақсы анау дейтін ол, кішкене ол заманнан өтуіміз керек. Ол да мысалы мен ойлап отырмын, бір эволюционный шаг шығар. Мүмкін. Содан өтуіміз керек, кішкене өсуіміз керек. Сонда мен ойлаймын, жаңағы Кореяның деңгейіне сондай дүниелерді, бізде ондай дүние азаматтың айтып отырғаны, расымен бар. Жаңағы Бақыт дейтін кино мықты, действительно фестивальный кино дейді ғой. Асқар Узабаевтың киносы, менің әріптесім, өте талантты жігіт. Қазір Москвада жұмыс істеп жүр. Мысалы, Руки вверх дейтін киноны түсіріп $9 миллион жинады. Қандай керемет дүние, қандай молодец. Теща, да. Но ол қатты кеткен жоқ. Вот Руки вверх 9 миллион әлі жинап жатыр қазір. TikTokта ажиотаж болып жатыр ғой, кәдімгідей салып. Анау қазақта деме сөз бар да, ауыл баласының ақылы ауладан араспайды дейді. Сондықтан да ауылдың деңгейінде ойлау бар. Ауданның деңгейінде, мемлекет деңгейінде ойлау бар. Ғаламдық деңгейде ойлау бар. Сол үшін бізге мынау режиссерлары болсын, жалпы өнердегі жасап жүрген адамдарға уже масштабтық ғаламдық деңгейде ойлауға көшуіміз керек. Бізде анау комплекс малых народов деген нәрсе бар да, біз қазақ тек қана өзімізді ғана ойлаймыз. Как будто біз әлемге бара алмайтын сияқтымыз. Жоқ, кешіріп қойыңыз. Қазақ деген ұлы халық. И және біз ойланбай уже ғаламдық деңгейде ойлауымыз керек. Сол масштабта, сол проблемаларды көтеру, сол кезде ғана біз Оскарға барамыз, сол кезде бүкіл әлем бізді көреді. Ал біз тек қана ішімізде ғана өстіп ойлап отырсақ, ғалам баяғыда алдыға кетіп қалған. Сондықтан да бізге әрқайсымызға абырет керек, әрқайсымыз өсуіміз керек. Біз ауыл деңгейінде ойлауды қою керек. Өте вообще талантты нациямыз. Өте талантты. Мысалы, қараңызшы қазір музыка алайық, Москвада қандай явлениялар болды, мысалы, Криптонит болсын, жаңағы КВН жағынан, күлдірме жағынан болсын, кімдерді, Сабуров. Енді көп қазақтар, мысалы, орыстар, ондай жоқ, шектеу жоқ негізінде, тем более сейчас. Бүкіл инструментарий, интернеттің дамыған заманы. Сондықтан біздер кішкене кино саласында қазір сондай бір явление жасап,
экспортный потенциалымызды көбейтуіміз керек, шетелге шығуымыз керек. Өйткені мына жақта шектеліп қаламыз әйтпесе, өзіміз солай котельный. Толықтай келсем. Жалпы байқасаң біздің қазақта енді абайдан артық қазақты сынаған ешкім жоқ қой. Бәрімізде сол сынау арқылы өсуіміз керек. Бізде командный спорт болсын, командный өнер болсын өте қиын жағдайда өспейді. Ал жеке дара тұлғалар, мысалы, сол жаңа Скриптонит болсын, жеке Нұрлан Сабуровтар болсын, олар жеке өздеріне ғой. Оларда ешқандай жан-жақтан команда жоқ, олар өсіп кетеді, олар көрсете алады. Ал бізде футбол болсын, басқа да осы кино сияқты нәрселер болсын, өйткені біреу шықса, бізде киноға емес, киноның артындағы адамға қарайды. Соған деген отношениесіне қарайды. Ол кім түсірді, ол кім көмектесті, кім продюсер болды, соған жеке отношениесін қарайттағы кино дұрыс емес деп өтпейді дейді. Біз сондықтан да көбіне қазір енді бәрің оқыған шығарсыздар, оқыңыздар ғой, Өзбек ағамыз туралы Мәдени майдан кітабында сол кезде Совет Союзында Фурцева деген мәдениет министрі Өзбек елге ағамызға айтқан: сіздер бүйте беретін болсаңыздар, біз Москвадан отдельно қазақтар үшін арыз қабылдайтын департамент ашамыз деп. Мынау сұмдық қойсаңыздаршы деп. Міне кітапта тұр. Сол қазақ өзгерген жоқ. Бірақ біз бәрібір, егер өзіміз қамшылап, егер біз адамды жеке емес, оның өнерін сыйлайтын деңгейге жетсек, онда біз өсеміз. Біз соған көшуіміз керек уже. Болды. Сөзің аузында ана кім Адилхан Ержанов дейтін әріптесім бар. Мен кезінде рекетерді түсіріп, ой керемет, ағыл тегіл болып, біз институтқа, Жүргенов институтына барып кездесу болды студенттермен. Мен кәдімгідей өзімше бір керемет режиссер болып келдім оған. Сол кезде Адилхан студент оқып жүр. Бычыт қылды мені, критика. Ана жерде студент болып тұрып, ана жерде ой мен сценарий жоқ, анасы жоқ, критиканың астына тұрып салды мені. Мен ана жерде балалар бүкіл деп мен тоқтаңдар деп, сосын Адилханмен сөйтіп нетіп, есімде сақтап қалдым сол несін, айтқан сөзін, жаңағы критикасын. Келе черный человектің мен продюсермін. Бір продюсері болдым. Адилханның киносы. Сол кезде маған защита проекті болып отыр. Коммерциялық, жеке меншік жоба ғой. Сол кезде маған Адилхан қарап, айтып жатқан, кином осындай болады, кином мынандай болады деп. Сол кезде мен есіне салдым. Адилхан, есіңде ме, говорю, сен студент кезде, говорю, мені қатты рекетермен, вы, говорю, помните это? Сасып қалды. Да, біз оған қараған жоқпыз. Мысалы, енді мен өзім мақтап отырған жоқпын өзімді, просто мен жаңағы сөздің реті келіп тұрды. Жаңағы біз қолдадық Адилханды. Мен ни в коем случае өкінбеймін. Мен білем, Адилханның таланты, жаңағы жасаған дүниесі керемет. Маған өте ұнайды жаңағы черный человек, Адилханның ең бір мықты қазақ киносындағы ең бір мықты кинолардың бірі деп айтамын. Сондықтан мысалы біздер егерде ужасно, сам себя хвалю, да? Хотя бы вот сондай бір принциппен келіп айтып отырғаным сол, мен сол қарамай, кезінде анау мені жамандап еді ғой, анау маған бір анандай қарап еді ғой, өйткен еді ғой, бүйтіп, ни в коем случае. Ақылды адамсыз ғой. Бір нетіміз керек, қолдауымыз керек. Бір-бірімізді қолдап, егерде жақсы тың дүние жасалды ма, оны бәріміз жабылып қолдауымыз керек. Оны итермелеуіміз керек сосын алды қарай. Шетелге болсын, жаңағы фестивальдарға болсын, және оны айтуымыз керек. Оны шындық қылып айтып, онымен мақтануымыз керек. Сол кезде өсеміз, менің ойымша. Солай. Кешір, сөзіңді бөліп жібердім. Өте дұрыс басталып жатқан. Жаңа неде аттарын айтпай ақ қояйын, тоже енді кітапта арнайы жазылған дүние ғой. Мысалы, жазушылар одағында бір ағамыз төраға болып тұрған кезде, екінші өзінің бір қатты жек көретін, екеуі бір-бірімен араласпайтын адамды мемлекеттік сыйлыққа ұсынған ғой. Ұсыну керек, ұсынбаған. Ана кісінің алдына келгенде айтқан ғой, неге түгенше жоқ деген. Біліп тұр ғой, ананы специально ана кісі жек көретін болғаннан кейін бәрі қолдамайды деп әкелмеген. Соны айтқан ғой ана кісі. Ұлы жазушы. Мен оның жеке қарабасына өкпем болғанымен, оның творчествосына өкпем жоқ. Ол достойный адам, қосыңдар деген. Соның арқасында сол кісі мемлекеттік сыйлық алған. Былай қарасаң, қандай кеңдік анау. Қандай кеңдік. Дәл солай, мен ойлаймын, біз қазір адамның жеке қарабасына емес, оның творчествосына, оның потенциалына, оның мүмкіндігіне қарауымыз керек. Сонда бізде мынандай бір күңшілдік деген нәрсе болмайды. Сонда біз кеңінен дем аламыз. Расты. Өйткені тағы да бір айта кететін мәселе. Мысалы, мен Қазақфильмге келдім, Азамат та біледі оны, келе салысымен анонимкалар басталды. Вот бізде бір дерт бар да сондай.
мысалы мен келдім, көбісінің ойы қазақ фильмге келді, қазір ұрлық жасайды мынау енді. И басталды сол кезде. Анонимкалар кетті. Міне кеттім қазір қазақ фильміне 2 жыл. Бір анонимка жоқ менің үшін. Это удивительный зат да, просто. Рахат. Көре алмаушылық шығар оның ар жағында жатқан. Адамдықтың көре алмаушылығы. Көре алмаушылық ол бір жағынан, екінші жағынан жаңағы сен бір кісілерге бір ана бөгет болып қалдың. Аяқтан шалу. Да. Иә. Жаңағы азаматтың айтып отырған тура жаңағы мысалы премия берер кезде совет уақыты кезінде дейді. Шынымен де мысалы егер ана кандидаттар жібереді ғой госпремияға Советский Союз кезінде. Қазақстаннан тек анонимкалар кетеді дейді ана кандидатқа. Анау сондай бүйткен сөйткен деп. Мысалы басқа елдерде СНГ там Грузия, фрукты, ана почтаға наоборот ана енді қолдау кетіп жатады. Бүкіл басқа елдерден ана Грузия болсын, Кавказ, особенно Кавказ жақтан дейді. А біздерде сондай бір дерт бар да. Тек бір-бірімізді аяқтан шалу, бөгет жасау, оның арасында көре алмаушылық бол да бар. Сонда экономический жақтары да бар оның. Ой, айта берсе әңгіме көп. Мысалы жаңа айтамын да, Бақыт деген киноны да, Жабақтың киноны. Биыл бізде Оскарға ешқандай кино жоқ деп, кино жібермегеннен гөрі Бақытты жіберсе не болады? Мысалы, бәрібір бір жылда бір кино мемлекеттен бару керек. Енді ары қарай киноның өзінің тағдырына байланысты ғой, тәлейіне байланысты. Лучше жібермегеннен гөрі бір киноны жібере салайық. Тем более Берлин фестивалінде уже оны отметили. Шансы есть. Ал бізде ондай Оскарға лайықты биыл кино жоқ деп жауып тастап отыру, мен ойлаймын, дұрыс емес шығар. Зарина, көп сөйлейді екенсің сен. Мен де айта кетейін, тыңдап отырмын. Негізі бұл мемлекеттің үлкен бір көмегі керек оған. Өйткені мысалы сол бір Кореяны алатын болсақ, BTS тобы бар, әлемге әйгілі топ. Оның мысалы әрбір қаладан болсын, әрбір мемлекеттен альбомдардың сатылуы, постерлардың сатылуы, концерттен келетін қаражат ол Кореяның кәдімгі нарығына, экономикасына бәленбай процентін енгізеді екен. 3% ВВП. 3%, да. Жаңағы BTS тобы. Көрдіңіз бе? Ол бір топ. Одан кейін тағы да қаншама топтар бар, сериалдары болсын. Біз өзіміз мысалы біздің жастардың өзі қазір корейский сериалдағыдай сөйлегісі келеді, солай киінгісі келеді, түр әлпеті сондай болса екен. Көрдіңіз бе? Культивация, романтизация. Бізде де сондай бар. Бізде мысалы біздің актерларымызда сондай сұлу, бізде де талантты адамдар бар. Бірақ өнердің жалпы миссиясы сол ғой, спорт, өнер, ғылым, ол көк байрақты көтеру. Мысал үшін ойлау деңгейді алатын болсақ, біздің планетамыз сәл бір нүкте ғой. Соның ішінде Қазақстанды алыңыз, біз актерларды алыңыз, бір-біріме жанталасып өліп жатамыз. Анау атақ алды, мынау өсіп кетті. Бірақ бұл үлкен деңгейдегі масштабны нәрсеге қарағанда түк емес қой, сенің проблемаң түк емес. Егер сен өзіңнің еліңнің, білмеймін, атын миссияңды орындамасаң, көріңіздерші, бізде осындай бар, бізге қараңыздаршы демесең, ішімізде бүйтіп бір-бірімізбен жанталасу не пайда одан деген сияқты әңгіме. Сондықтан мен түбегейлі келсем, бірақ оның барлығы қолға алу үшін ол мемлекеттен үлкен бір көмек керек, шыны керек. Ол басқаша, ол қалай болу мүмкін, мен білмеймін. Бір мемлекеттен өнерді, киноны сүйетін адам пайда болу керек қой, менің ойымша. Оны қолға алу керек, қолға алу керек. Жоқ, мемлекеттен әрине, бұндай мысалы қанша қаражат бөлінеді киноға. Соны просто кішкене дұрыстап, ана КПД дейді ғой, коэффициент полезного действия. КПД керек. КПД керек, негізінде қолдау бар, оған да Аллаға шүкір. Мысалы басқа мысалы шет елдерге қарасаң, көбінесе ондай мемлекет киноны қаржыландыруы ондай жоқ. Бізде бар, енді оның мемлекеттің де бір ойы бар шығар, қазір енді әрі қарай өздері көтеріп алып кетеді деген мүмкін. Бірақ бізде мемлекетті, мысалы Аханаға мемлекеттен түсіріп жататын кинолар оған қарағанда мына коммерческий кинолар әлдеқайда популярны ғой қазір мысалы үшін. Вот қайда мысалы мемлекет берген ақша, қайда мысалы жастардың барлығы қазір жас режиссерлардың, жас жалпы сценаристер, актерлардың, жалпы кино жасайтын адамдардың жанайқайы сол да. Бізге беріңіздерші дейді бұл ақшаны. Біз өзіміздің пайдамызға жаратайық, өзіміздің идеямызды іске асырайық дейді мысалы үшін. Рас. Өйткені мысалы қараңыз, енді мемлекеттен беретін қаражаттың көбісі идеологиялық жобаларға.
мысалы тарихи киноларға олар әрине қаражатты үлкен қаражат керек. Мысалы үлкен бір тарихи дүние түсіру үшін ол қаражат Қазақстанның ішінде ақталмайды. Өйткені нарық кішкентай да бізде. Сол жаңағы айтып отырғаны бізге өйткені экспортный потенциал керек. Экспортқа шығу керек. Экспортқа шығу үшін жаңағыдай біздің қазақ киносы дейтін бір явление болу керек. А оны қалай шығарасың? Тек қана жаңағы айтып отырмын, дүние жүзінде 3 мықты кинофестиваль бар. Ол Канны, Берлин, Венеция. Сол 3 кинофестивальдің гран-приін әртүрлі бір күні алуымыз керек негізі. Әлі бізде ондай жоқ, тарихымызда жоқ ондай. Оны осы 3 керемет фестивальдің біреуін әлі өкінішке орай алған жоқпыз. Одан кейін Оскар ол премия, ол жаңағы фестиваль емес. Одан кейінгі деңгей менің ойымша біз Қазақстан Оскар алуымыз керек, қазақ киносы. Міндетті түрде. Ол да тарихымызда болмаған дүние. Сол кезде мысалы Оскар алдық та, деп уже кішкене шетелдер қарай бастайды. Анау Оскар больше скажу. Мысалы егер де сіздер Каннский кинофестивальға келіп, жаңағыдай бір гран-при алдыңыз ба? Шетелдің байыры дейді, анау енді сейлс агенттері, үлкен сатылым компаниялары киноны қарамай алады. Егер де анау гран-при алды ма Каннский кинофестивальда, қарамай алады. Все, это уже статус бар ғой. Это уже 100% гарантия качества. Он уже все, гарантированное качество, уже 100, 200, 300 контракт, сен уже оны алып жатып уже сатасың ананы. Ол и экономика жағынан да ол ақталады, и және имидж. Бүкіл елдің оның жаңағы әсері бүкіл бәрімізге. Егерде қазір бір қазақтың киносы Каннский кинофестивальдан егерде жеңімпаз болып гран-при алса, оның әсері бүкіл қазақ киносына тиеді. В плюс. Келесі жолы сен барасың, сен айтып, это казахское кино, в прошлом году они взяли гран-при. Оны қарайды, оны нетеді. А егерде сен Оскарға что попало отправишь, мен білем оны просто. Мен мысалы Оливер Стоунмен сөйлескен кезінде, ол да айтты маған, казахский, к сожалению, грубо говоря, они не пляшут в Америке. Вот неге? Өйткені мысалы қарайды академиктер, өте көп академиктер. 15 минуттан кейін тоқтап тастайды. Қарауға невозможно. Мысалы, өкінішке орай. Сондай біздің киноларымызды жібереді, только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Жаңағы Оскаровский комитетте достары бар, солар жібереді ана киноны. Ана кино барады, ана жаққа. Сосын келесі жылы басқа бір кино уже салмағы бар, бір жақсы дүние жібердің бе, оған уже казахский кино деп оны қарамауы да мүмкін. Көрдіңіз бе, вот где өкініш. Көрдіңіз бе, бір-бірімізге, вот это страшная вещь. И мы буксуем, не то, что буксуем, мы назад откатываемся в этом плане. А тем более, когда біздер киномыз жоқ деп жаңағыдай бақыт сияқты дүниені жібермесек, а ол действительно ана шетелдің специалисттері қарап, оны уже іліп алатын дүние да анау негізінде. Ой жүгіртеді, қандай актерский керемет состав ішінде тоже актерский ойындары керемет ана кинода. Әдемі дүние. Біздің атағымыз кино, қазақ киносының алға қарай жылжуына прям кәдімгідей анау саты да. Енді қорыта айта кетейік, бізде уақыт санаулы. Сіздермен бүгін енді қызып келе жатырмыз, Енді басталды десең подкасты. Өкінішке орай сондай болып тұрды. На самом-то деле, негізінде айтатын болсақ, бұл подкасттан мен бұндай қызығушылықты күтпегем. Естігем, мен мына жақта қапалып отырмын, қазақ кино индустриясында мүмкіндіктерді ұстанып тұрып, мына актер, режиссерлардың жүрегінде тұрып қалған нәрсе ғой. Айналайын қазақтар, біргейік, киноны көтерейік. Бізге, маған кино керек, мен көрерменмін. Бұл кісілерге жұмыс керек, сүйіп істейтін жұмыс керек. Қорыта айтатын болсақ, Анель эксперимент. Бұндай эксперимент біздің киноға қажет, және бұндай эксперимент көтереді. Ондай эксперимент көп болсын, актерларға да қызықты болсын, жұмыстары қызырақ болсын, біздің режиссерларымыз өседі. Енді айта кететін сіздерге Оскар міндетті түрде Ахан Сатаев мырза, сіз алу керексіз. Сізге тілек емес, бұйрықта емес, ол единственный былай. Смысл ғой менің Қазақстан киносына тілейтін нәрсем. Осы ғана. Жалпы на Анель фильмнің экспериментінен сіздерде как актер ретінде, сізде как режиссер ретінде басқа эксперименттер бола ма? Күтуге тұрады ма? Қай жанрда эксперимент болады? Аханаға байланысты десең. Жоқ, сіздермен бет между собой тет-на-тет сөйлескен жоқ па? Жоқ, біздерде мысалы мақсат көп. Әрине жаңағы айтып отырғандай нарығымыз өссе, мысалы фэнтези жанрындағы бір дүние жасау әрине ол керек. Мысалы кішкене бюджеті көбірек, кішкене ана зрелищность болатындай, аватар сияқты ішінде графика болатындай. А оның бәрі қаражатқа байланысты.
жоқ ол ойыңызда бар ғой түсіру. Әрине, ондай заттар, Керемет. ондай дүниелер, біздер как в заначке говорят же. Керемет. Жатыр да. Прям Но жаңа Анель жайлы айта кетсек, шынымен де Заринаның айтқаны мысалы біздер тек қана қорқытып, тек қана бір жаңағы қан шашыратып дегендей емес, кішкене ой жүгіртетіндей дүние Терең ой бар жасағымыз ғой. келді. М. Сондай дүние жасаған сияқтымыз. Сияқты емес, істедіңіздер. Мен киноны көрдім. Мен кинокритик емеспін. Аяқты бүйтіп лақтырып жіберіп, тартып жіберіп темекімен. В этом фильме, кажется, скрыто такой великий смысл деп. Мен кинолюбпін. Мен киноны қосам, мен кинодан ләззат аламын. Сондықтан бұл киноны жаңағы айтып кеткен сияқты, Зарина ханым, Азамат мырза айтқан сияқты, бұл тегі ужас емес. Қорқынышты, жай ғана қорқынышты фильм емес. Сол себептен барлықтарыңыз көрермендерге, Қазақстанның көрермендеріне осы Анель фильмін көрер алдында не айтасыздар? Не айта аласыздар? Бір-екі сөз. Жаңа мен айтып кеттім, сол айтып отырмын ғой, тек қана қорқытқан жоқпыз, ондай мақсат болған жоқ. Бір ой жүгіртетін сондай бір тың дүние жасағымыз келді. Сондықтан 12 желтоқсаннан барлықтарыңызды бұл режиссердің видениесі, бұл режиссерді от иді. Сіз актриса ретінде басты рөлді бірін сомдаған. Сіз актерсыз. Сіздің ойынша не айтасыз көрермендерге? Енді жалпы өмір, анау Абай әдемі айтқан ғой, адасқанның алды жар, арты соқпақ дейді. Біз пендеміз, біз адасуға жақын тұрамыз негізі. Пенделігіміз басым бізде. Көп күнә жасаймыз, көп адасып кетеміз. Бұл кино менің түсінігімде, егер адам адасып кетсе өмірде, адасып кеткендігін түсінетін кино, қайтуға мүмкіндік бар. Егер адам адаспаса, демек адасудың не болатынын түсіндіретін кино. Бұл екі жақтағы адамға да, көрерменге де көмек әсер беретін кино. Менің түсінігімде кез келген өнердің, кино болсын, театр болсын, ол басқа көркем сурет өнері болсын, ең басты мақсаты әсер ету. И бұл менің түсінігімде Анель көрерменге өз деңгейінде әсер етеді. Мен енді қосыламын десейші. Жоқ. мен қосыламын. Бұл енді отбасымен келіп көретіндей әдемі фильм болатынына сенемін. Және бұл тек қана бір қорқынышты жағынан бір шаблонды қарауға болмайды оған. Ол көптеген құндылықтарды дәріптейді. Отбасылық құндылықтар, ол махаббатты дәріптейді. Ол ана мен бала арасындағы, жалпы отбасындағы әрбір адамның бір-бірімен байланысын дәріптейтін фильм. Сондықтан бәлкім ол біреуге қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Біреу тіпті ол жерден басқа өзіне керек нәрсені алуы мүмкін. Сондықтан оның жас ерекшелігі де, жас несі де ограничение 14 жастан. Сондықтан ол шынымен де бүкіл отбасы болып баратын фильм. Енді ол қалай болатын, қандай не алатынымызды ол өзі көрермен айта жатар. Бірақ біз енді шынымен де бар күшімізді, ықпалымызды салып, бар махаббатымызды салып жасадық. Шыны керек, бұндай керемет тұлғалармен керемет подкастты өткізуге уақыт жетпейді. Бірақ қам жемеңіздер, құрметті көрермендер, әрқайсымен кім біледі, тағы отдельный подкаст болады шығар. Ақан Сатаев, сізде фильм мынанша, мен барлығын көргенмін. Менде сұрақ деген жетеді, маған кішкене сокращать етеді, ұят болады. Сондықтан келесі подкасттарда кездесеміз деген үміт бар. Бізде келесі подкаст болады. Құрметті көрермендер, біздің Tiger Films каналына тіркеліп қойыңыздар. Одан бөлек комментария жазып, қандай фильмдерді талқылауға ұсыныстарыңыз болса, оны жазыңыздар. Лайкты басып қойыңыздар. Ал сіздермен болған мен, Жанаманов Еркебұлан, Ақан Сатаев, Зарина ханым, Азамат Сатыбалды. Сау, саламат болдыңыздар. Рахмет. Анель, сен не істеп отырсың? Анель, мен саған айтып отырмын. Естіп тұрсың ба? Анель! Анандай айқайды бұрын соңды естіген емеспін. Кіп-кішкентай қыздан сондай дауыс шығады деп кім ойлаған? Одан басқа экстрасенске ме, әйтеуір бір білетін маманға көрсетіп алған дұрыс Анельді. Бізге бұл үйден көшу керек. Білем, маған сенбейсіңдер. Бірақ бұл үйде бірдеңе бар. Сіздің үйіңізде болып жатқан барлық оғаш дүниелер өте қауіпті. Ол қара күштің таңдауы ауыр күнәға батқан адам болуы да мүмкін. Бұндайды жын ұрды дейді.
армандаған жақсы көресің ба? Ол мені қорқытады. Ана бөлмеңдегі дауыстар туралы айтып берші.